Сіздің ағзада шайылуы тағы қандай қауіпке алып келуі мүмкін? Кальций организмде жетіспесе, омыртқаның қисаюы және де жүрек аритмиясы сияқты аурулар пайда болады. Бұның негізгі белгілері, яғни басында адам депрессиялық жағдайда болады. Сонымен қатар тырнақтың сынғыштығы, шаштың түсуі және терінің құрғақ болуына байқалу болады. Сонымен қатар тістің нашарлау, яғни эмальдің бұзылуы байқалады. Ағзада кальций мөлшері азайғаннан аталған белгілерден байқасаңыз, орнын толықтыру қажет. Ал дәруменді қалай, қанша мөлшерде қабылдаған дұрыс? Кальций организмде ересек адамдарда Д витаминімен бірге үйлесімде болу керек. Егер де Д витамині жетіспеген жағдай болса, онда кальцийдің сіңуі толықтай жүрмейді. Сондықтан сіз маманмен ақылдасып, осы Д витамині және кальцийдің дозасын бірге анықтаған жөн. Ересек адамдарға кальцийді кешкі уақытта тамақтан кейін қабылдау жөн, себебі ол осы уақытта сіңімділігі өте жоғары. Және де оның бір күндік дозасы ол 1000 миллиграммды құрайды. Кальций жетіспеушілігінің ағзаға тигізер кері әсері өте көп. Сондықтан дәрігерлер кеңесіне құлақ асып, алдын алғаныңыз жөн.